Сіздерге ZipGrade приложениесі бойынша үй тапсырмасын тексеру, бекітуге арналған, тесттер оңай тексеру үшін арналған бағдарлама. Соткаға орнатып аласыздар, тіркелесіздер. Одан кейін міне атын жазып, New Quiz'ді басасыздар. География 9 сынып деп қазір жазамын. 20, 50, 100 сұраққа шейін таңдауға болады тестті. Одан кейін тіптен бағалау жаңағы тексеру парақшасын осы New Quiz, осы ZipGrade'ден шығарып аласыздар. Не болмаса Googleға ZipGrade Blank деп жазсаңыздар шығады. Мен мына жерде принтердің суреті, соны бастым. Қазір сіздерге соны көрсетейін деп тұрмын. Принтердің суреті басылады мына жерде. Бірден компьютерде болса принтерден шығарып алуға болады. Не болмаса компьютерден Googleға жазып өздеріңіз тауып былай да шығарып алсаңыздар болады. Қазір интернет жай жасап кеттім мына жерде. Енді мені қарап отырсаңыздар шығады. Қазір міне приложение бағалау тексеру парақшасы шықты. Оқушы осыған белгілейді. Біз сосын осы ZipGrade пен арнайы сканер деген бөлімі бар, сонымен тексереміз. Міне сіздерге көрсетіп жатыр мына жерде. Альбомный қылыпта, книжный қылыпта шығаруға болады. Бірнеше копия алып та шығарып алсаңыздар болады. Мен мына жерде сіздерге көрсеттім. Енді қазір кері қайтып парақшадан қалай белгілеу керек екенін белгілейсіздер. Мысалы тесттің осындай парақшасы қазір ашылады. Сіздер соған дұрыс жауабын өздеріңіз жазасыздар. Өздеріңіз белгілеп қоясыздар. Оқушыны тексеруге оңай болады. Қазір сканерлей саламыз өйткені. Міне мен 20 сұрақты таңдадым. 50-100-ге шейін таңдауға болады. Міне мына жерде өзім жай белгілеп сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне таңдадық. Енді оқушының жаңағы бағалау парақшасын шығарып береміз ғой, тексеру. Соған өздері белгілеп әкеледі. Енді Scan Papers деген бар, осыны басамыз. Осылай шығуға болады. Мына жерде жасыл 4 бұрышты шығу керек, 4 жағынан. Сонымен тексерген кезде анау жасыл болып жанады. 4 бұрышынан жасыл болып жанады. Сонда сканерлеп неше процент, неше дұрыс, артынан статистикадан қарап көріп алсаңыз да болады. Оқушы атын жазады оған. Сол күйінде осы ZipGrade платформасында сақталып қалады ол. Мен өзімнің біраз тексерген қазір жұмыстарымды көрсетем. Міне бірнеше жасаған болатын. География 10 сынып қайталау, 2-ші нұсқа, 1-ші нұсқа, 3-ші нұсқа жасаған болатымын. Қазір солардың бір жұмыстарын көрсетіп жіберейін. Ой, байқамай сканер басылып кетті. Бүгінгі жасаған ғой, ана жерде минус болып шығып тұр, көрдіңіздер ме? Енді қазір өзімдікінен көрсетем, бұрынғылардан. Міне тексерілген әбден, көрдіңіздер ме? Міне проценті де бар, неше сұраққа жауап бергені де бар, мен қарап отырсаңдар. 17, 17,5, 18 деп тұр. Тағы да сканер басылып кетті. Мына бір группадағы балалар. Мынау аналитикас неше минутта жауап берді деген сияқты ғой деймін. Бұны білмедім, енді аналитика жағын қарамаппын. Сканермен жаңағы неше процент, неше балл оқушы жауап бергендігін осы ZipGrade платформасы арқылы оқушының үй тапсырмасын сұрауға болады оқушылардан, және бекітуге арнап
тест беріп, соны оңай, жылдам, тез тексеруге болады. Қазақстан экологиялық мәселелер тақырыбы бойынша алған болатын балалардан. Оқушының аты жөні өз жазуларымен шығып тұр, міне. Сонымен осылай Zipgrade платформасымен оңай, жылдам тексеруге болады оқушылардың білімін, және оқушыларға ешқандай интернеттің, сотканың керегі жоқ. Бұл жерде сұрақты шығарып бересіз, және парақты шығарып бересіз баланың алдына. Бұл жерде плюсы, сіз уақыт ұтасыз, тез тексеріп, балаларға жауабын айтып бере аласыз. Назарларыңызға рахмет.